Қола біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдық ұлы дала үшін үлкен бетбұрысты кезең болды. Қола дәуірі басталды. Қола дәуіріндегі өзгерістерге тұрақты қоныстар, дөңгелекті көлік, қола құю жатады. Енді осы өзгерістерге жеке-жеке тоқталатын боламыз. Бірінші, тұрақты қоныстардың пайда болуына тоқталамыз. Қуаңшылық салдарынан шаруашылық түрлері мен мәдениет өзгерді. Жаңа технологиялар пайда болып, тайпалардың кең ауқымды көші-қоны басталды. Өмірдің барлық саласында үлкен жетістіктер орын алды. Мал шаруашылығы мен егіншіліктің дамуы адамдарды тұрақты азықпен және киіммен қамтамасыз еткендіктен, халық бір орында мекендей бастады. Ал бұл үлкен және ұзақ уақыт тұратын қоныстардың пайда болуына әкелді. Тіпті олардың кейбіреулерін Арқайым, Сынтасты алғашқы қалалар деп те атауға болатын еді. Баспана үлгілері өзгеріп, үйлер кең және өмір сүруге ыңғайлы бола бастады. Қыш шеберлері, тігіншілер, сүйек өңдеушілер, зергерлер сияқты қолөнершілер пайда болды. Енді қола дәуіріндегі келесі өзгеріс дөңгелекті арбаларға келетін болсақ, біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңында дөңгелекті арбалар жасала бастады. Ауыр жүк арбаларын өгіздерге жекті. Дөңгелекті көліктің пайда болуы алысқа көшуге мүмкіндік берді. Осы кездері мал шаруашылығымен айналысатын тайпалар арасында жиі-жиі қақтығыстар орын ала бастады. Бұл әскери істің дамуына әкеліп, нәтижесінде атқа жегілген әскери арбалар пайда болды. Дала тұрғындарының өнерінде де өзгерістер орын алды. Тасқа қашалып салынған арбалар, доңғалақ түріндегі күншуақ таңбалар сол уақыттың еншісіне жатады. Қазақстандағы қола дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 18-8 ғасырларды қамтиды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың басында ұлы дала тұрғындары қола қорытуды. Қола дегеніміз мыс пен қалайының қосындысы. Осы қола қорытуды меңгерді. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың ортасында еңбек құралдарының басым бөлігі және қару-жарақтың түрлері, найзалар, жебенің ұштары, айбалталар және әшекей бұйымдар осы қоладан жасалды. Қола дәуірінің адамдары үлкен әскери артықшылыққа ие болды. Ұлы далада түсті металл кен көздері көп кездесетін. Сарыарқа мен Кенді Алтайда мыс өндіру біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтан басталып, біздің заманымыздан бұрынғы 13-12 ғасырларда кен өндіру ісі жоғары шегіне жеткен болатын. Орталық Қазақстан мен өзге де өңірлерде ежелгі заманда кен қазған 500-ге жуық кен орны анықталды. Андрондық мәдени тарихи қауымдастық. Қазақстан аумағындағы қола дәуірі кейде андрон дәуірі деп те атайды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңында даланың қазақстандық бөлігіне Жайық өзені жақтан шығу тегі көне шұңқырлық көптеген малшы тайпаларының қоныстануы басталды. Ірі қара, қой және жылқы үйірі көп болғандықтан, оларға жаңа жайылымдар аса қажет болды. Бұл кезеңде Ресейдегі оңтүстік Орал мен Қазақстанның далаларында адамдар аз қоныстанып, жерлер бос жатқан. Жаңа қоныстанған тайпалар өздерінен кейін археологиялық ескерткіштер, қоныстар мен мазарлар қалдырды. Археологтар оларды ұқсас, бірақ бөлек мәдениет ретінде қарастырды. Ғылымда мәдениеттің осындай жиынтығын далалық қола мәдениеті немесе андрондық мәдени тарихи қауымдастық деп атау қалыптасқан. Далалық қола мәдениетін иеленушілерді андрондықтар деп атайды. Мұндай атауды осы мәдениеттің түрін 1914 жылы алғаш тапқан археологтар жақын маңдағы Андронова ауылының атына орайластырып берді. Андрондықтар бір мәдени тарихи қауымдастық ретінде қалыптасқан
Қола дәуіріндегі далалық малшылар мәдениетін құраушылар. Андрон қоғамында ерлердің мәртебесі жоғары болды. Олар табындарды алыс қашықтыққа бағып, өгіздер мен жылқылармен айналысты. Кен өндірді, тасымалдады, қорытты, тастарды өңдеп, үйлер, қоныстар салды. Тайпа шекарасын күзетіп, сыртқы жаулардан қорғады. Басқа тайпалармен соғыс жүргізді. Мал шаруашылығының өркендеуі, дөңгелекті көлікті қолдану және атқа салт міну секілді далалық қола мәдениеті келесі дәуірдегі көшпелі мал шаруашылығына өтудің алғышартын қалыптастырды. Андрондықтардың ең басты шаруашылығы мен күнкөріс көзі әрі материалдық байлығы мал шаруашылығы болды. Олар негізінен сиыр малын өсірді. Жылқы өсіруші ботайлықтардан айырмашылығы андрондықтар сүтті мал өсірумен айналысты. Сиыр сүті мен сүт өнімдері олардың негізгі азығы болды. Жазба деректер болмаған немесе аз сақталған тарихи кезеңдерді зерттеу үшін археологиялық деректер аса маңызды. Археологиядағы маңызды мәдени белгілерге жерлеу салты мен қыш бұйымдардағы өзгерістер, сондай-ақ қоныстар мен баспаналардың, еңбек құралдары мен қару түрлерінің өзгеруі жатады. Қола дәуірінің ескерткіштерінде археологтар бірнеше мәдениеттерге негізделген. Андрон ескерткіштерінің басым бөлігі оңтүстік Орал мен Қазақстанда кездеседі. Олар төмендегі мәдениеттерге негізделген. Сынтасты мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 21-18 ғасырларды қамтиды. Ресейдегі оңтүстік Орал жазығында шоғырланған. Бұл мәдениет сазбалшықтан дөңгелете немесе тікбұрышты пішінде ерекше үлгімен тұрғызылған қоныстарымен, екі аяқты арба және жылқыны қоса көмген жерлеу орындарымен белгілі. Осы қоныстардың ішіндегі ең ірілері арқайым мен сынтасты болып табылады. Сынтастылықтар мүрдені қабірге сол қырымен алақандарымен бетінің тұсына қойып жатқызған, ерлер мен ұл балаларды қарумен, әйелдерді әшекейлермен жерленген. Металдан және тастан жасалған еңбек құралдары мен әртүрлі заттар ерлер қорымынан да, әйелдер қорымынан да табылды. Жерлеу кезінде құрбандыққа жануарлар, жылқы, ірі қара, ұсақ малдар шалынған. Петров мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 17-16 ғасырлар. Сынтастымен жақын болып келеді. Петров қоныстарының негізгі ерекшелігі қорғаныс орларының болуында. Петровтықтарда қыш өндірісі, тоқымашылық, сүйек өңдеу ісі, әшекейлер жасау, қоладан қарулар мен еңбек құралдарын құю өркендеді. Петровтық жерлеу ескерткіштерінде балалар мен жауынгерлердің жерлеу орындары бөлек орналасқан. Қорымдардан әскери арбалардың қалдықтары табылды. Келесі Алакөл мәдениеті. Біздің заманымыздан бұрынғы 17-13 ғасырларды қамтиды. Орманды далада өмір сүрген алакөлдіктер қабырғалары бөренелермен құрастырылған үлкен жартылай жер үйлерде тұрған. Әрбір үлкен үйде жерден қазылып таспен өрілген бірнеше ошақ болды. Алакөлдіктердің жерлеу құрылыстары әртүрлі: топырақ және тас қорғандар, тасты қоршаулар, шеңберлене қаланған тастары бар қорғандар болды. Алакөл мәдениеті дамуының соңғы кезеңінде мәйітті өртеу, тасты бұтақта белгілері де кездесті. Жерлеу орындарында қарулар мен еңбек құралдары сирек, бірақ әйелдердің әшекейлері көптеп табылады. Келесі Федоров мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 15-12 ғасырларда алакөлдіктердің дәстүрін жалғастырды. Белгілі бір кезеңде алакөлдіктер мен федоровтықтар бір-бірімен қатар өмір сүруі мүмкін. Федоровтықтар шығысқа қарай жылжып, Тобыл мен Ертіс алаптары маңына қоныстанды. Бұл уақытта федоровтықтарды батыс Қазақстаннан қималықтар ығыстырып шығарды. Федоровтықтардың материалдық мәдениеті бұйымдарына пышақ, қанжарлар және сүйектен жасалған құралдар тән.
Атқа салт міну кең тарала бастағандықтан, алғаш рет өзекті, сүйекті және мүйізді ауыздықтар қолданыла бастады. Қола дәуірінің соңғы кезеңінде феодоровтық мәдениетті сарғарылық мәдениет алмастырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 13-8 ғасырлар. Бұл мәдениетке шамамен 200 қоныс және 40 қорым жатады. Сарғарылықтардың үлкен тікбұрышты жер үйлері феодоровтық мәдениет қабатының үстіне салынды. Сарғарылық мәдениеттің ерекше белгісі жапсырма қыш ыдыстары болып саналады. Сарғарылық мәдениетте қолөнер өркендеп, қола металлургиясы жоғары деңгейде дамығандығын археологтар тапқан заттардан байқаймыз. Сарғары мәдениеті андрондық үлгідегі соңғы мәдениет саналады. Шығыс және орталық Қазақстанда қола дәуірінің соңғы кезеңіне ерекше Беғазы Дәндібай мәдениеті қалыптасты. Беғазы Дәндібай мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 10-8 ғасырларда сарғарылық мәдениеттен өзіндік қыш бұйымдары және басқа да белгілермен ерекшеленеді. Ол кең байтақ жайылымдары мен кен орындары бар сарыарқамен байланысты. Беғазылықтар мал шаруашылығы мен қола металлургиясының дамуына байланысты өркендеген. Бұл мәдениетте ерте темір ғасырларының да белгілері кездеседі. Бірқатар ыдыстан тамғаға ұқсас белгілер табылды. Бұл мәдениеттің ерекшелігі мүрдені шалқасынан жатқызып жерлейтін тастан құрастырылған кесенелердің болуы жатады. Ағаш көмірі мен күл қабаттары ағашпен жабылған төбесін отқа өртеу салтының болғандығын көрсетеді. Беғазы дәндібайлықтар қорғандық жерлеуден бас тартып, кесене тұрғыза бастады. Археологиялық деректерге сәйкес, біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңы мен 1-ші мыңжылдықтың басында ұлы далада өзара туыстас тайпалар өмір сүрді. Олар андрондықтар деп аталды. Малшы бақташылар болғандықтан, олардың негізгі байлығы мал болды. Андрондықтарда өгіздерге жегілген 4 дөңгелекті жүк арбалар және аттарға жегілетін 2 дөңгелекті әскери арбалар болды. Кейін дөңгелекті көліктен бас тартып, атқа салт мінуге көшті. Алғашқыда олар қоныстарын қорған қабырғалармен қоршап тұрғызса, кейіннен ашық қоныстарда үлкен жартылай жертөлелерде тұра бастады. Біртіндеп жеңіл баспана салуды меңгерді. Андрондықтардың мал шаруашылық мәдениеті ұлы даладағы көшпелі мәдениеттің қалыптасу жолындағы маңызды қадам болды.